Құрметті көрермен, тікелей эфирде адал еңбек телемарафоны жалғасын табады. Қаладан ауылға көшіп барып, ауыл шаруашылығын дамытамын, ауыл әлеуетін арттырамын деп жүрген жастар қуантады. Студиямызға келесі келген қонақтарымызда осы ата кәсіппен айналысып жүрген еңбек адамдары. Қош келдіңіздер, мереке құтты болсын. Студиямызға студиямыз керемет, ақ тағамдарға толып жатыр. Не деген керемет, иә? Сағанкүл ханым, мына ортамызда Болат ағамыз өзінің саумалын, ал Сағанкүл ханым құрт майын алып келіпті. Алмас. Олай болса Болат ағамыздан бастайық, иә? Ұлттық өнім саумалды шетелдерге сатып отырған кәсіпкер мамансыз. Өзіңіз барып көрмеген елдерге тауарыңыз жетіп жатыр екен. Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Мереке құтты болсын. Енді ең басты біз осы компаниямызды осы жұмысты бастаған кезде халыққа пайдалы, нәтижелі осы ұлттық өнімді шығарып, әлем елдеріне таратуды ойладық. Енді ойымызға ұлттық ежелден келе жатқан ұлттық сусын саумал түсті. Осы жұмысты бастаған кезде 50 жыл зерттеген биология сүтті өнімі зерттеген биология ғылымның профессоры Сита Зульқарнай ағаммен барып танысып, сол кісінің батасын алып, ол кісі осы маған осы кітабын сыйлаған. Тамаша. Осы сублимация ретінде сол кісі 1958 жылдан бастап жазған осы кітапты. Осы біздің ғылымдардың жұмыстарына сүйене отырып, сол жаңадан салып жатқан биенің сүтін 45 градусқа дейін мұздатып, кептіріп, яғни сублимация әдісін қолданып, суын ажыратып, тек дәрумендерді сақтап, капсулаға салып шығара бастады. Сол өнімімізді Қазақстан елінде 30 мыңнан астам тұтынушымыз бар. Енді қазақ елінде ғана емес, біз қазір енді экспорттаймыз ғой, Қытай мемлекетіне шықтық, Өзбекстан, Қырғызстан, Монғолия. Ең алыс экспортқа шығып жатқан қай мемлекет? Ең алыс бізге қазір алып жатқан ақш мемлекет. Бірақ ақш мемлекетте біз тіркеу қағаздарын әлі алған жоқ. Олар анандай интернет-маркетинг дейді ғой. Интернет арқылы сатып отырмыз. Енді бұрын қымыз ішіп көрмеген, қымыз дегенді естімегендер де бар ғой. Дәмін татпаған, иә. Саумалға деген қызығушылық қалай пайда болып жатыр? Жаңа эфирден тыста негізі жасыратын жоқ. Болат мырза екеуміз бір-екі ауыз сөз әңгімелесіп қалдық. Сонда жаңағы әлеуметтік желідегі, интернеттегі жаңағы жарнаманың өзінде жұмыс істеу принципі бір түрлі. Бұрын мысалы білетіндер бар, оны сенім білдірмей, өздігінше зерттеу жұмыстарын жүргізіп барып, сіздерден тауар ала бастағандар бар деп айттыңыз. Қазақстанда енді ең қиын ұлттық өнімді капсула түрінде ең қиын қазақ еліне сатуға. Оны қабылдаудың өзі, иә? Қабылдаудың өзі. Көбісі айтады, саумал ішсем, жайлауға барып ішем, қиын ғой. Жаңа сауылған сүтті қалай тез қой енді, балғын түрінде ішкісі келеді. Енді бәріміз ауылдан шықтық қой. Ауылдан қалаға келгеннен кейін ауылдың сүтін іздедік, саумалын іздедік. Қалада өте қиын. Таңғы 6-да тұру керек, қаланың сыртына шығу керек, сол сүтті ішу үшін. Бірақ бұл уақытты талап етеді, оңай емес. Уақыт өте көп кетеді. Сол үшін бізде ойлап, осы қандай түрінде жасау керек үшін біз ештеңе жаңа ойлап тапқан жоқпыз. Біздің ғалымдардың жасаған жұмысы. Болат мырза, мына жерге екеуміз келейікші. Сағаш өзің тұрғы әңгімелесе беру. Болат мырза, көрсетіңізші, қандай өнімдер міне шығарып жатқан? Біздің шығарып жатқан осы саумал. Капсуладағы саумал. Дәл солай аталады. Бұл капсуладағы ешқандай химия қоспаған. Жаңада осы тек суын ғана ажыратамыз. Таза қалған ішіндегі 34 дәрумен қалады. Сақталады. Сублимация жүрсе де сақталады. Сублимация жүрсе сақталады. Дәрмен сақталады. Ішіндегі аминоқышқылдар бәрі толықтырылады. Сонда жылына неше өнім шығарасыздар осы капсуланы? Біз айына 10 мың өнім шығарамыз. Айына 10 мың. Айына 10 мың, жылына енді біздің қазір зауытымызда 120 мың шығарылады. Бірақ осы жылдан бастап үлкен жер алып, осыны заводымызды үлкейтіп жатырмыз. Оның қанша пайызы экспортқа кетіп жатыр, 10 мың өнімнің? Енді қазір бүгінгі таңда жартысы экспортқа кетіп жатыр. 50-50. Қалғаны ел ішінде алады. Яғни тапсырыс бар. Тапсырыс өте көп. Тәуекелі көп бизнес түрі негізі. Ең қызығы саумалды алып жатқан ауылды жер. Өйткені ауылда ешкім саумал сатпайды. Қалада біледі, бірақ көбісі алмайды. Жылқы бие бар, бірақ жаңағыдай сауылмайды дейсіз. Сауылмайды. Көбісі саумайды. Ауылда саумалдың ем қасиетін біледі.
Сол үшін бұлар алып көріп нәтижені көрген. Бірақ Болат мырза, расымен де өз басым 3 жыл қатарынан саумал ішкен жандардың бірімін. Бірақ мен капсула түрінде ішіп едім, сублимацияланған порошок түрінде дейді ғой, соны арнайы салып, суға қосып, суға езіп іштім. Шынын айтайын, мен жалпы ондағы қатаң қарайтын адамын, оған дейін және кейін арнайы дәрумендерге анализ тапсырдым. Сол тексерулерден кейін байқасам, кальций белгілі дәрежеде көтерілген. Сонда таң қалдым. Сондықтан меніңше шынында да бұл таптырмас дүние. Өйткені қалан шетіне барып, арнайы оған күнде барып, кемінде 10 күн алу керек. Біз осыны дәлелдеу үшін ұлттық аграрлық университет базасында, Ресей медициналық университет базасында, біздің Алматы, Қазақстан фтизия пульмонология базасында қатты ауырып жатқан адамдарға міне 2 жыл бойы зерттеу клиникалық жұмысын жасап, нақты нәтиже екенін дәлелдеді. Ресми ғылыми түрде біздің жасап жатқан жұмысымыз Европа, Америкаға скопусқа өтті. Ол не деген сөз? Ол біздің жасап жатқан жұмысымызды дүниежүзілік қабылдады деген. Өйткені осы құрғақ түрінде бүкіл сақталып, адамға ағзасына пайдалы екен. Ғылыми түрде біздің. Тамаша. Қосарыңыз бар сияқты. Биылдан бастап, осы 2 ай болды, біз 100% таза ешкі сүтін шығара бастадық. Енді бұл нарықта өнім жоқ. Европадан келетін қоспа, қосатын, на основе козьего молока дейміз ғой, қоспа. Бұл 100% ешкі сүті. Таза. Бірақ осы қолданушылар бар ма? Дәл осы сұрақты қойын деймін, өйткені балалардың сүт дейді ғой, арнайы қосымша тағамын біз шетел компанияларынан аламыз, көбінесе. Бұл жөнде сіз қол жеткіздіңіз бе келісімшартқа, яғни өзімізде сатуға? Бұл осы өніммен біз Қытай мемлекетімен келісімшарт қойдық, Түрк мемлекетімен келісімшарт қойдық. Осы келісімшарт қолға алғаннан кейін біз қазір кредит алып үлкен завод салайық деп жатырмыз. Өйткені сұраныс ешкіге өте көп. Бәрекелді. Саумалды көбісі түсінбесе, пайдасы зор ешкім деп. Болат мырза, Сағыныш ханым, сіздер өз орындарыңызға жайғасыңыздар. Рахмет, Болат мырза. Келесі қонағымыз Сағангүл ханым, келіңіз біздер мына жерге тұрып. Ортаға келіңіз. Ортаға тұрып әңгіме айтайық. Құрметті көрермен, жаңағы саумалды әңгімесін қорытындылап айта өтуім керек, келе қойыңыз. Анау болмайтын бір неше түрлі баттар сатылады ғой қазір, ол ішінде не бар, не жоғын білмейміз. Өздеріңіз қазір көріп отырсыздар. Өзіміздің отандық өнім, мінекей саумалды өзіміз тұтынып, өзіміздің 1000 дауадан, 1000 аурудан шипа болатын өзіміздің отандық өнім қолданайық. Сағангүл ханымды алтын қолы, айран, үйтіп, құрт жаяды, май шайқайды өз қолымен. Және де напақа көзіне айналдырып отырсыз. Қанша сиыр сауасыз, қанша ешкі сауасыз? Жалпы өзіңіздің кәсібіңіз жайында айтып беріңіз көрерменге. Қазір миллиондаған қазақстандық көріп, өзіңіз сияқты болғым келеді деп шабыттанады ғой. Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Совхоз Приречный ауылынан келіп отырмын. Жалынды сәлем. Жалынды сәлем барлығына. Тамаша. Бүгінгі еңбек күні болғандықтан сіздерді бізді осы студияға шақырып, жатқандарыңызға мыңда бір алғысымды айтамын. Өте қуаныштымыз. Біз де сізге алғыс айтамыз. Осы 60 шақырым ауылда өз өнімімді сауып, оны сауып қана қоймай, оны халыққа тұтынамын. Бәрекелді. Осы 10-нан артық бием бар, 10 шақты сиырым бар, қой ешкілерім бар. Осы нәпақатты біз отбасымызбен бірге жаңағы жолдасым бар, балаларым бар. Осыны халыққа тұтынып отырмыз. Осы өнімді тек мен жасап үйде отырмаймын. Осы Бекшаңқай орталығы бар, сауда үйі. Сол орталықта тұрып, өзім осы өнімді халыққа тұтынамын. Жаңағы келушілер келіп, таза өнімнен алып, алғысын айтып жатады. Табыс көзі қалай? Айтып жатсыз ғой енді. Ол сөзді жоқ. Шындығын айтайық. Қазір көріп отырған көрерменде айлық, жылдық, мүмкін кварталдық бір табыс бар шығар өзіңіз жүргізесіз. Аллаға шүкір, міне тек осы отбасымыз осы табыспен ғана күн көріп отырмыз. Аллаға шүкір жетеді. Осы еңбегімнің арқасында бала шағамды, отбасымды асырап отырмын. Еңбек ақталады дейсіз. Ақталады, әрине ақталады. Өзім сауып, осын барлығын дайындап, жаңағы алып келем. Таңертең алттан бастап тұрам, сауам, малды өріске шығарам, айран сүттерім дайындап, сосын жаңағы орталыққа келіп өзімнің жаңағы орным бар, Шаңқайда дедім ғой, сол орталыққа халыққа тұтынамын, сатамын. Енді Болат мырза өзінің өнімін жаңағы өндірісін кеңейту үшін, ауқымын аясын үлкейту үшін, кеңейту үшін үлкен зауыт ашылады деген жоспар жайында айтып қалды. Сіздікі? Енді әзірге шағын, болашақта балаларым бәрі өсті, болашақта үлкейтіп, халыққа тұтынамын. Расымен де еңбектің үлкен кішісі болмайды, басы адал еңбек, сол табысқа жету, оның нәтижесін көру. Енді осылай ерінбей еңбек етуге күш жігерді, мотивацияны қайдан аласыз? Әрине, отбасымнан алам, отбасымнан көмек, балаларымнан алам. Қанша балаларыңыз бар? Менде Аллаға шүкір 3 балам бар.
2 қыз, 1 ұлым. Қызым 4-ші курста аграрный университетінде оқиды, грант оқиды. Бексұлтан деген ұлым бар, ол аграрныйда электроэнергетика мамандығында оқып жатыр, 2-ші курс. Үйде ең көп көмектесетін, сол қызыма сәлем айтып қояйын, Кәлима жаңағы 8-ші сыныпта оқиды. Сол негізі маған көп көмектесіп, жаңағы сиыр сауға, бәріне сол көмектеседі. Сол еңбегімізді сол осылай жаратып жатырмыз. Мен енді Сағыныш, қазір көрермен менімен келісетін шығар. Осындай сүт, құрт, ірімшік, жем, талған деп сатылатындар көп қой, қазір әлеуметтік желіден теріс салсаң болған шығады. Бірақ адалынан жасалғаны бірден байқалады. Несімен дейсің ғой? Дәмімен. Табиғи. Соны айта кетейін, мен көбінде клиенттер жаңағы алушылар келеді ғой. Апаның қаймағын іздеп келеді. Сондай қаймақ бар. Соны айтам ғой. Иісінен осы бағдарламаны пайдалана отырып, үлкен апамыз бар, осы Астанада тұрады. Сол кісінің арқасы деп осы 20 жыл келін болдым сол отбасына. Сол кісі мен осы еңбекке сол кісі бауладым. Сол кісіге жалынды. Техникасымен деңізше, технологияларын. Сол кісіге жалынды сәлем айтамын өзі енді. Тамаша, тамаша. Енді Болат мырза, сізде өзіңіз көрерменге, бүкіл қазақстандықтарға қазір 1-2 мотивациялық ой айтсаңыз, толықтыратын сөздеріңіз бар шығар. Тәуекелі бар бизнеспен қалай айналысып отырсыз? Енді осындай әпкелеріміз өнімдерін көргенде өте біз қуанамыз. Өйткені Қазақстан жылқы санымен дүние жүзінде 10-ші орында тұр. Бізге 4 миллионға жуық жылқы бар екен. Бірақ сол 4 миллионның 10% сатылмайды, сауылмайды. Соның 10%-ын осындай тәтелеріміз көп болып сауып, өнім шығарса, біз осы өніммен көрші мемлекеттің бәрін қамтамасыз ете аламыз да. Қолымызбен жасап, жаңағы өте жақсы. Осыны дамыту керек. Соны қолға алу керек дейсіз ғой. Қолға алу керек. Болат мырза, сізге көп рахмет айтамыз келгендеріңізге, уақыт бөліп арнайы. Мінекей осындай адал еңбектеріңіздің ақталып, жемісін көре беріңіздер. Сағынгүл ханым, өз орныңызға жайғаса беріңіз. Сіздерге де әрине де хабар агенттігінің атынан сыйлықтарымыз бар, сый-сияпатымыз бар. Қыздар, бәрекелді. Қабыл алыңыздар, мереке құтты болсын сіздерге, қолдарыңыз дерт көрмесін, кәсіптеріңіз өрге дөңгелей берсін дейміз. Қазақтың саумалы, құрт ірімшігі, майы, айраны бүкіл әлемге белгілі болады. Өркендеп дами берсін. Бәрекелді. Ал құрметті көрермен.